Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 3-ші сынып 84-ші сабақ. Бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Сен бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындайтын боласың. Бірінші тапсырма. Өрнектерді мәнімен сәйкестендіріп, мүсіндер қандай материалдан жасалғанын анықта. 200 пен 3-тің көбейтіндісі азайту 300 тең 300-ге. Қарасай батыр ескерткіші металдан жасалған. 1000-нан азайтамыз 400-ді көбейтеміз 2-ге, тең 200-ге. Сұлтан бейбарыс ескерткіші тастан жасалған. 20 көбейтілген 3 қосу 40 тең 100-ге. Батыр мүсіні ағаштан жасалған. Екінші тапсырма. Қорапқа 12 қарындашты 6-дан бөліп сал дейді. Яғни 12-ні 6-ға бөлеміз 2-ге тең. Әсі қорапқа 14 қарындашты 6-дан бөліп сал. 14-ті 6-ға бөлеміз 2-ге тең. 2 қалдық қалады. Бысы қорапқа 5 қарындашты 6-дан бөліп сал. 5 6-ға бөлінбейді. 5-ті 6-ға бөлгенде 0 болады, 5 қалдық қалады. Тексереміз, 0-ды 6-ға көбейтеміз және оған 5-ті қосқанда 5-ге тең болады. Үшінші тапсырма. Көркем еңбек сабағында балалар 20 қоянның мүсінін жасады. Оларды әр қатарға 9-дан қойды. Қанша қатар шықты? Қанша мүсін артылып қалды? Есептің шартын құрайық. Қоян 20 мүсін әр қатарға 9-дан қойылды. Шықты қанша қатар, қалды қанша мүсін? Шешуге 20-ны 9-ға бөлеміз 2 болады, қалдық 2. Тексереміз, 2 мен 9-ның көбейтіндісіне 2-ні қосқанда 20-ға тең. Жауабы 2 қатар шықты, 2 мүсін артылып қалды. Әсі қалдықпен бөлуге есеп құрастыр дейді. Бұл жерде машина 25, әр қатарға 3-ден неше қатар бар және қалдық қанша? Шешуге 25-ті 3-ке бөлеміз, 8-ден келеді, 1 қалдық қалады. 8-ді 3-ке көбейтіп оған 1-ді қосқанда 25-ке тең. Жауабы 8 қатарға қойды, 1 машина артық қалды. 4-ші тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында және оны тексер дейді. 29 пен 7-нің бөлінісі 4-ке тең, 1 қалдық қалады. Тексерейік, 4 пен 7-нің көбейтіндісіне 1-ді қосқанда 29-ға тең. 85 пен 9-ның бөлінісі 9, 4 қалдық қалады. 9 пен 9-ның көбейтіндісіне 4-ті қосқанда 85-ке тең. 19 пен 2-нің бөлінісі 9, 1 қалдық қалады. 9-ды 2-ке көбейтеміз және 1-ді қосамыз 19-ға тең. 46 мен 5-тің бөлінісі 9, 1 қалдық қалады. 9 пен 5-тің көбейтіндісіне 1-ді қосқанда 46-ға тең. 680 мен 80-нің бөлінісі тең 8-ге 40 қалдық қалады. 8-ді 80-ге көбейтіп 40-ті қосқанда 680-ге тең. 88 пен 9-ның бөлінісін 9-ға тең, 7 қалдық қалады. 9 пен 9-ның көбейтіндісіне 7-ні қосқанда 88-ге тең. 130 пен 60-ның бөлінісі 2, 10 қалдық қалады. 2 көбейту 60, қосу 10, тең 130. 4 пен 3-тің бөлінісі тең 1-ге 1 қалдық қалады. 1-де 3-ке көбейтеміз және оған 1-ді қосқанда 4-ке тең. Міне балалар, қалған тапсырманы да осындай қылып өздеріңіз орындап шығасыздар. 5-ші тапсырма есепті шығар. Ағаштан мүсін жасау үшін орманнан 43 бөрене әкелу қажет. Машинаға 4 бөренеден артық салуға болмайды. Барлық бөренені әкелу үшін орманға неше рет баруға тура келеді делінген. Есептің шарты. Әкелу керек 43 бөрене, сияды 4 бөрене. Бару керек белгісіз. Шешуі 43-ті 4-ке бөлеміз, 10-нан келеді, 3 қалдық қалады. 10 көбейтілген 4, қосылған 3 тең 43. 10 рет 4 бөренеден, 1 рет 3 бөренеден әкеледі. Алтыншы тапсырма. Жазу дұрыс болу үшін бос орынға қалып қойған цифрларды жаз дейді. 32 мен 3-тің бөлінісі тең 10-ға, 2 қалдық қалады. 10 мен 3-тің көбейтіндісі қосу 2 тең 32-ге. 47 мен 7-нің бөлінісі 6, 5 қалдық қалады. 6 көбейтілген 7 қосылған 5 тең 47-ге. 77 бөлінген 6 тең 12, 5 қалдық қалады. 12-ні 6-ға көбейтіп, оған 5-ті қосқанда 77-ге тең. 9-ды 2-ге бөлеміз, 4-ге тең 1 қалдық қалады. 4 пен 2-нің көбейтіндісі
қосу 1 тең 9-ға. 7-ші тапсырма қалдықпен бөлуді орында дейді. 5 бөлінген 8. 5 кішкентай сан, ол 8-ге бөлінбейді. 5-ті 8-ге бөлгенде 0 болады, 5 қалдық қалады. Тексереміз, 0-ді 8-ге көбейткенде 0, оған 5 қосамыз, 5-ге тең. 4-ті 6-ға бөлеміз, 0, 4 қалдық қалады. 0-ді 6-ға көбейтіп, оған 4-ті қосқанда 4-ке тең. 50-ді 9-ға бөлеміз, 5 болады, және 5 қалдық қалады. 5 9-ым 45, оған 5 қосқанда 50 болады. 48 пен 7-нің бөліндісі 6, 6 қалдық қалады. 6 7 42, оған 6-ны қосқанда 48-ге тең. 84 пен 9-ның бөліндісі тең 9-ға 3 қалдық қалады. 9 көбейту 9, қосу 3 тең 84. 27 бөлінген 5 тең 5, 2 қалдық қалады. 5 пен 5-дің көбейтіндісі қосу 2 тең 27-ге. Әсі қалдықпен бөлуге тағы да 3 мысал ойластыр дейді. Міне балалар, бұл жерде мен өзім ойластырып жазып қойдым. Сіздер де осындай қылып шығарсаңыздар болады, немесе ойдан құрастырып жазып алуларыңызға болады. 8-ші тапсырма тиімді есепте деген. Яғни 4-ті 9-ға көбейтем 36-ға тең, 4-ті 10-ға көбейтем 40 болады, 40-тан 4 алғанда 36-ға тең болады. 3-ті көбейтеміз 29-ға 87-ге тең, 3 көбейту 30, азайту 3 тең 87. 9-ші тапсырма амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте дейді. Бірінші өрнекті оқиық. 341-ге қосамыз 431 мен 134-тің айырмасын. Алдымен жақшаның ішін орындап аламыз. 431 мен 134-тің айырмасы 297-ге тең. 341-ге 297-ні қосамыз 638-ге тең. Міне балалар, қалған өрнектерді осындай қалып баған түрінде шығарасыздар және тексеріп аласыздар. 10-ші тапсырма мүсіншілер бақтағы 4 саяжолды безендіру үшін 38 мүсін жасады. Әр саяжолдағы мүсіндер теңдей болу үшін тағы неше мүсін жасау керек? 38-ді 4-ке бөлеміз, 9-ға тең 2 қалдық қалады. 9-ды көбейтеміз 4-ке, және оған 2-ні қосамыз тең 38-ге. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.